Мінекей құрметті көрермендер, дәл осы угловой диванға дивандық тігеміз. Плоть мынаған дейін қаптаймыз. Міне мына шетіндегілерге дейін и спинкілерін бәрін қаптаймыз. Жастығымен, үш жастығын. Диван өзін обвивкаден жасаймыз, ал жастықтарын велюрдан жасаймыз, пердесіне подсвет қылып. Сонымен бірге міне мына диванына мына жерде тұрған құрметті көрермендер, мына диванымыз волнистый болғандықтан мына жерін мен мына ескі дастархандарымды төсей отырып, бүйтіп трафарет қылып сызып алдым. Міне простой карандашпен сызып алдым. Міне мынандай қылып осылайынан түсу үшін осы мына ескі остатка дастарханымды қойып сызып алдым. Бұл беті болады. Астына жалғау жасаймын 20 сантиметрлік. Мінекей. Құрметті көрермендер, мына тюфягында үстін бүйтіп сызып алдым, дастарханымды қойып трафарет қылып, дәл төбесінен осындай айшық қылып сызып алдым. Міне мына диванымның үстінде дәл осылай қылып сызып алдым. Мінекей құрметті қыз-келіншектер, көрермендер, мен мына матамды төсеп алдым. Бетімен төседім, өйткені дивандығымыз мынандай формасы волнистый, сол үшін ровно сол сызылғанымен түсу керек, қыздар. Өйткені шатасып кетіп, мынау басқа жаққа қарап кетуі мүмкін да. Сол үшін шатаспау үшін осы бетімен қойып, қалай сызып алдым трафаретімді, солай қиып бетіне қойып сызып аламын. Ал мынау не десеңіздер, бұл жерді мен өзім сызып кетемін, өйткені бұл тюфяк дегені бар еді ғой, кішкене мынандай тюфяк деп қой. Мына жағын кішкене мынандай тюфегін сызғанмын ғой, қыздар, міне. Кейін бұны қиып аламын. Бірінші бетін сызып алайын. Мына жағынан өзім бетіп былайынан сызып кетемін қазір. Сол үшін ана тюфектің шетін қиып тастамау үшін осылай қылып қойдым. Неге ол жер ондай деп түсінбеушілік болып жүрмесін деп айта кетіп жатырмын. Мінекей құрметті оқырмандар, көрермендер, мен мынандай фигурный дивандығымның бетін трафаретпен сызып тұрып ойып алдым. Мінекей. Міне бәр жеріне жететіндей қылып міне ойып алдым. Бұл енді бұның айналасына тігетін жалпақтығы 25, ені 25-ке 3 метр кетеді екен общий. Мінекей екі сызық қылып сызып қойдым, 25 қылып, соның айналасына тігіп шығамын. Және де оның ішінде мінекей менің тюфек па, не дейді, тюфегі да бар. Тюфегіне де айналасына 25, ені 25, ұзындығы бәрін қосқанда, қыздар, 6 метр кететкен. 25-ке 6, мынадан 3 метр, мынадан 3 метр екі сызық сызып қойдым. Міне ұзыннан. Міне қарасаңыздар, міне 3 метр, міне жазып қойғанмын, 3 метр 25 сантиметрден полностью ана диванның жәулік үстіне жалғанады, және на тюфектің үстіне жалғанып шығады айналасына. Шапочка ұқсап бүйтіп киіле қалады да, чехол сияқты болады. Мінекей керемет болайын деп тұр. Алла қаласа, кейін спинкасын жабуына мінекей мынандай қылып сызықтарды сызып алдым, полоскілерді. Майда шүйдан бәрін, міне 13-ке 3 метр, мінекей, сосын 14-ке 2,5 метр, мінекей бәрін жазып қойдым астына. Солайша, міне 177-ге 13 деп. Бәрін осылай қылып сызып алдым. Керек детальдарын бәрі сызылу тұр. Міне 8 сантиметрге 145. Ручкамен сыздым, қыздар, сіздер үшін мастер-класске көрініп тұрсын деп, сіздер әрине новичоктар әсіресе простой карандашпен қолданасыздар. Өйткені сіздер бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Әр өлшемге 1 сантиметр плюс тігіске кететіндей қылып есептеп алдым. Мынау енді екінші диванымның үсті. Оған жалғанатын спинкілерінің сызықтары, мына полосочкілері бәрі есептеуліп жазылған. Міне
Бәрін осылай қылып 8 метр мата ровно кетті. Көріп тұрсыздар ма? Бәр жағына міне сызылып тұр. Сіздерге көрсетіп жатым. Сіздердің тігетін дивандарыңыз басқаша болуы мүмкін, бірақ менің диваным міне осылай сызып алдым. 8 метр мата мына жерде, қыздар. Мінекей, құрметті көрермендер, бағанағы ұзыннан 8 метрлік матамды мен керекті дивандарымның бетін қиып, мінекей пішіп дайындап қойдым. Және де міне угловой диванымның беті тұр. Міне қалған мінекей айналасына тігетін полоскалері қалды. Міне осыларды енді қиып алуым керек. Әрқайсының өзінің размері жазылған. Міне шатасып кетпеу үшін. Барлық полоскалерді қиып шығамыз, қыздар. Мінекей қорықпаймыз. Өйткені бәрі есептеулі, бәрі дайын, ешқандай ысырапсыз. Мінекей матамыз ысырап болып қалады екен деп қорықпайсыз. Өйткені алдын ала бәрін есептеп, қысаптап, бәрін мінекей әр кусочек әр өзінің орны бар. Міне әр кусоктың мінекей бір тілім кішкентай матаның өзі бір жерге жарайды дегендей мынандай метка қойып аламыз өзіңізге. Мінекей болды. Содан кейін қорықпай сызылғанның үстімен ғана қиып тастайсыз бәрін. Міне сол кезде матаңыз дәл жетеді және де ысырап болмайды. Мастер-классымды соңына дейін көрсеңіздер, көп лайфхактар алатын боласыздар, өздеріңізге пайдалы ақпарат алатын боласыздар, қыздар. Ұзамаңыздар, ұнаса лайк басып сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен жауап беруге тырысамын. Ал мінекей, құрметті көрермендер, мен 8 метрлік матамды пішіп алдым. Мінекей керемет 2 дивандыкке жететіндей қылып, айналасына жұрнағына мінекей мынау дивандығымның беті болады. Мінекей мынау спинкалары және айналасына тігетін жұрнағы, қосымшасы, тағы бір нәрсесі, әйтеуір бәрін үйлестіріп, келістіріп, есептеп, қысаптап. Мінекей мынау жоспарым бойынша міне угловой дивандікі, мінекей мына диван тюфекпен екеуіне керемет қылып пішіп алдым. Енді қараңыздар, не қызық болып тұр бұл жерде. Сонау 8 метрлік матадан мінекей мынау ғана ысырап болып тұр. Күшті емес пе? Мынау енді математикалық қабілеттеріңнің арқасында мінекей, қыздар, осынша ысырап болады. Мынаны қараңыздар. Кіттай ғана мата ысырап болды. Түкке тұрмайды, міне. Еш жерге жарата алмайсың мынаны. Ал қаншасын біз жеткіздік, мінекей. Қаншасына жетті. Дәл осы мастер-класста сіздер матаны дұрыс есептеп, дивандықтен дұрыс өлшем алып, және де маталарыңызды ысырапсыз пішіп үйренетін боласыз. Асыл зат мастер-класстан ұзамаңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарийге сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен жауап беруге тырысамын. Және де шебер достарыңыз болса, қазір машинкасы үйінде шам басып жатса, сол кісілермен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Ол кісілер дәл осы мастер-класстан тігінші болып шығады, машинкасын іске қосады және де табысты болады, кәсібін ашады. Мінекей, осындай математикалық қабілеттеріңізді дамытатын боласыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Алдағы мастер-класста қалай біз өлшем алдық, қалай есеп қысап қылдық, соның бәрін түсіндіріп кететін боламын. Ұзамаңыздар. Примерно 2,70, 72. Мен 2,74 қылып алдым, екі жағына тігісіне. Солай қылып көрдіңіздер ме? Міне мына полоскалерім бар дедім, міне естеп жазып қойғам, ленталарын сызып алғандарын бәрін отмечать етіп алғанмын өзіме. Мінекей мынау фигурныйым, міне мынаны пішіп алдым, тюфектің бетін пішіп алдым. Айналасына міне 25 сантиметрлік полоскасына дейін пішіп алғаныма дейін бәрін жазып қойғам. Міне қыздар, міне спинкасына қанша кететінін де бәрін есептеп, осы қағаз арқылы бірінші қағазға түсіресіздер өлшемді. Одан есеп қысап қылып, мынандай қағазға түсіресіздер. Осы қағаз бойынша 8 метрлік матаға өлшемдеріңізді түсіріп сызып аласыздар. Міне. Содан кейін барып, мінекей. Содан кейін барып пішіп тастаймыз. Енді қорықпаймыз, өйткені мына матамыз
ақи тақи жетеді 2 дивандікке. Мінекей. Ал құрметті оқырмандар, біздің мінекей угловой диванымыздың толық өлшемі осы. Бірінші мен өлшем алғанда қағазға жазып алғанмын. Мінекей. Одан кейін бұдан осындай қылып план түздім, қандай детальдар керек, қалай қылып пішемін, қандай полоскалер керек екен. Содан кейін былайынан суретін шығарып әкелдім сіздер үшін оңай болсын деп. Енді қараңыз, қалай мен есептедім. Былайынан өлшегенде міне 136 жарым екен. Мен матаны 137 қылып алдым. Көрдіңіздер ме, қандай разница? Тігістеріне, жан жағына тігістеріне кетуіне. Былайынан енінен бұл 76, матам 77. Міне, М деген ол мата. Және де мына полосканы ұзыннан көріп тұрсыздар, я? 10 сантиметр болу керек. Мен 13 қылып алдым матаны. Енін. Міне. 13 қылып алдым, ал ұзындығы міне есептеліп тұр. Мына жағы 71 жарым, 65 қылып алдым, 64 болса матамды 65. 137 қылып алдым мына жағын. Бәрін қосқанда 2-де 75. Общий 3 метр 13 сантиметрліктен мен матамды міне кесіп қойдым. Міне. 3 метр алдым міне. 2-де 75 кетеді ғой. 13 сантиметр міне кесіп алып қойдым. Енді мына беті 137-ге 77 қылып алдым міне. 137-ге 77 қылып алып кесіп қойдым. Тік төртбұрыш. Мінекей. Енді мына ерек болған жақтары о жағы 5 сантиметр болу керек. Ар жағына тығып қою үшін, міне диваны артына тығылу үшін қысқаша қыламыз, қысқаша. Ол 8 сантиметр болады. Ені міне. Оның есебі міне 141 былайынан кетеді міне. 141 қосу 77, 77, мына жағынан 2,77 түсет міне. Мына жағы 71, міне 70. Онан кейін мына жағы тағы 77 міне. Барлығы 3-де 80 сантиметр. Почти 4 метр. Міне ол 4 метрім. Міне. Міне 8 сантиметрлік полоскалер міне. Қайтаруына, тігісіне бәрін қосқанда 5 сантиметр шығады. Ал енді қараңыздар. Бұны неқ болғаннан кейін мына беті бар енді. Бұның ұзындығын 140 екен. Міне 141 жарым. Мен матасын 140, матасын 141 жарым қылып алдым. Мынадан 39 жарым екен ені. Мен матасын міне 71 жарым қылып алдым. 71 жарым қылып алдым. Мінекей, оның міне 141-ге 71 жарым матам тұр міне дайын. Болды. Енді спинкасы ұзындығы 2-де 5, міне, ені 34-ге 12, міне тұр. Міне, 2-де 5 78, алдында артында жабат, және 2 қапталына мына жұрнақтар түсет міне. Ал былайынан 152-ге 76, міне, алдында артында жабат, және де 34-ге 12, 34-ге 12, міне, 2 жұрнағы тұр. Міне, бәрі дайын тұр. Мына угловой диваныма кететін заттары мінекей. Ал енді екінші диванымыздың өлшемін осылай қылып аламыз мінекей қыздар. Енді қарап отырсаңыздар, мына жағынан мынандай қылып фигурный болып кеткен бұл. Мына жағы тегіс, дүзу, тегіс деп дүзу мына жағы. Мына жағы мынандай. Ал түфегіміз мына жағы міне айшық болып келген. Арты мынандай дуга. Полумесяц сияқты ғой мына түфегі. Енді осының қалай өлшемін алдым мен. Мына шамамен мінекей ұзындығы мына жақта мына жағы 175 екен. Спинкасы да 175. Ал мына жағы 82, мына ең үлкен жалпақ жағы 102 екен. Мен бұның бетіндегі матаны, 105. 105 қылып алдым қыздар. 175-ке 105 қылып алып, бетіне қойып, трафарет қылып сызып, мінекей, қиып алдым бетіне. Енді айналасына мынандай 25 сантиметрлік, ұзындығы 6 метр. 5-те 80 кетеді екен, 5 метр 80 сантиметр кетеді екен, енді 6 метр 25 сантиметр енді полосканы қиып қойдым. Оны мінекей мына
ерек қылып қойған жақтан бүйтіп қаптап шапочка қылып кигіземіз. Артына тігілетін жер, ол жер 13 сантиметр болады. Міне ол. 1,77-ге 13. Ал тюфегіміздің барлық жағына 25 сантиметрлік мынау айналдыра тігіледі. Сөйтіп шапочка болып киіледі, болды, бітті ол. Оның шаруасы бітіп тұр. Енді осы невені айтып бердім. Енді спинкасына қарасаңыздар, мына жағы 60 дейді, мына жаққа дейін кіріп тұрады. Ал мына жері 13 үсті. Ар жағына, диванның артына түсетін жер мінекей 30 дейді. Общий барлығы 100 метр болды міне. 100-ге 175 болды. Бұны да кигізетін қылып, мына үлкен ұзын полоскасын 14 сантиметр қылып алдым, қыздар, мінекей. 14 сантиметрлік полоска міне. Үстінен мына қапталына бүйтіп П болып түседі 30 сантиметр. Мына екі жағына түсетін мінекей полоскасы. Мына жақа және мына жақа. Мінекей бәрін пішіп дайындап қойдым. Мынау жаңағы тюфегім білесіздер, мінекей. Трафарет сияқты қиып алғанмын. Мынау да жаңағы ойып алғаным. 8 метр матадан ойып алдым мінекей бетін. Диван дегімнің бетін. Сәл артықтау қылып алдым мінекей тігіске. Ал қыздар, енді сәттілік. Осы мастер-класстан ұзамай лайк баса отыра комментарийге сұрақтарыңызды қоя беріңіздер.